Бәрімізде мәжіліс бұл қозғалмайтын және архаикалық нәрсе деген түсінік қалыптасты. Шын мәнінде жаңа шақырылыммен мәжілісте құқықтық және кадрлық өзгерістер енді. Бүгін парламенттің жаңартылған палатасының негізгі жаңалықтарын қарастырамыз. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партияның парламентке кіруі бірегей прецедентке айналды. Дәстүр бойынша оппозициялық қозғалыс көптеген жылдар бойы билікпен виртуалды алаңдарда күресті. Өз фракция өкілдерін парламент шатырының астындағы депутаттар орындарына отырғызу арман болды. Партия өкілдері бірнеше рет саяси аренадағы оқиғалардың эпицентрінде болды. Дауда шындық туады дегендей, бұл кейіпкерлер үшін дауласу маңызды дағдылардың бірі. Депутаттар қатарына осы жылы республикашыларды кірді. Басында блогерлер партиясы деп аталған партия, ал негізінде жас және өршіл адамдар үгіт-насихат науқанының алғашқы күндерінен бастап өздерінің тәжірибесін мемлекеттік аппарат жұмысын жетілдіруді ұсынды. Әсіресе партия мүшелерінің бизнес процестерді жаңарту және цифрлық медиа ресурстарымен жұмыс тәжірибесін пайдалануды ұсынды. Оларға алғашқы сайлау жарысында сәттілікке жетуге көмектескен сол болғанды шығар. Инфлюенсерлер, пікір көшбасшылары бола отырып, олар сайлаумен қызықпайтын жастардың дауыстарын тарта алды. Мұндай депутаттарға қараса, оларды қатал бастықтар деп қалай айтасыз? ЖСТП-ға оралайық. Олар келгеннен кейін не өзгерді? Бірінші мәселе интернеттегі жеке белсенділердің сынған монополиясының болмауы. Мысалы, Мұхтар Тайжан мен оған ұқсастардың сайлаудан кейін өзектілігін қалай тез жоғалтқанын, олардың әлеуметтік желілердегі қараулары төмендегенін байқаған боларсыз. Олардың интернеттегі сөздері, содан кейін біздің отандастарымызбен кешкі аста ғана айтылатын әңгімелер қазір пленарлық отырыстарда және төменгі палатының жұмыс комиссияларында айтылуда. Қазіргі уақытта олардың риторикаларында эксклюзивті жоқ. Белсенділердің түсініксіз жабық отырыстарының трибуналарынан айтылған пікірлер қазір ақордадан 2 қадам қашықтықта талқылануда. Бұл демократиялық жолға жасалған үлкен қадам. Екінші, жаңа фракциялар түріндегі бәсекелестік Қазақстан халқы партиясы және Ақ жол сияқты дәстүрлі партиялардың жұмысын қайта қарауға мәжбүр етті. Енді олар үкіметтегі ерекше сынға алуды ашық жарысқа айналдырды. Аманат туралы айтудың қажеті де жоқ. Олар өздерінің құрылымын және сайлаушылармен қарым-қатынас орнату тәсілдерін түбегейлі түзетті. Мысалы, халық жақсы көретін Ринат Саидов шенеуніктерге Абай облысында өртке алып келген салдар үшін жеке жауапкершілік бар болғанын еске салды. Немесе жақында ведомстволардың бірінің өкілдерімен кездесуде ол 85 мың теңгенің ең төменгі жалақысына өмір сүру мүмкіндігіне күмәнданды. Және шенеуніктерге бұл соманы елдегі ресми орташа жалақыға 300 мыңға дейін көтерді ұсынды. Сол мәлімдеме үшін желілер пайдаланушылары оны оң пікірлермен үйіп тастады. Белгілі журналист ал қазір мәжілісмен Мақсат Толықбай кездесулердің бірінде жаңа министрлерге депутаттың әрбір өтінішін қараусыз қалдырмауға тиіс екенін мәлімдеді. Бұл міндет орындалмаса, мәжілісмендер парламент отырыстарында сол министрді отставкаға кеткенге дейін шаралар қабылдау туралы мәселені көтеруге құқылы. Мәжіліс депутаттары қандай депутаттық сауал жолдайды, жаттан да жауапты құтылуды доғару керек. Тікелей сонымен министр айналысу керек. Ал ой болмайды екен, мен осы көптің көзінше айтайын, біз ертең мәжілісте сол министрлерді отставкаға жіберу мәселесін көтереміз. Заң шығарушы биліктің орындықтарында Ермұрат Папи сияқты оппозициялық мастодонттар да отырады. ДАТ танымал газетінің бұрынғы редакторы жастар арасындағы жұмыссыздық мәселелеріне алаңдайды және бұл мәселені отырыстарда айтудан тартынбайды. Бұл жерде жаңағы халықтан кредит алуға мәжбүр болу, ол жаңағы міндетті түрде жұмыссыздықтың салдары. Жаңағы елдегі жалақының қоғамдағы тұтынысқа сай келмейтін салдары, қымбатшылықтың жаңағы тоқтаусыз ауыздықсыз кетіп бара жатқанның салдары. Салдарда есептей беретін сол өте көп. Айтпақшы, мәжіліс отырыстары әр апта сайын Хабар 24 телеарнасында және онлайн режимінде көрсетіледі. Бұл да жақында пайда болған нәрсе. Қорытындылай келе, қазіргі шақырылым өзінің негізгі міндетін шешеді. Өзінің жан-жақтылығы халықтың сенімін арттырады және түрлі әлеуметтік топтардың өкілдеріне ие болды. Сөз бостандығы және депутаттар үшін көптеген келісімдерсіз белсенді әрекет ету мүмкіндігі депутаттардың қызметін жеңілдетті. Олардың парламентте қалу мүмкіндігін, бәсекелестік атмосферасын сақтау үшін халықтың да қолдауы керек. Бұл бізде орын алып жатқан нақты демократияландыру. Ең бастысы, процестер басталды, ал біз оны жан-жақты бақылаймыз. Сау болыңыз.